мынаның бәрі істейді. Артық айтады, бұл маған оңай дейді. Сонда менімен жолығатын күні жаңағы Сәуле апайымыз Рүстем баласымен жолығады. Мынаның бәрі артта қалады. Артық айтады, бір кішкене шыдай тұрыңдар деп тұрмын ғой дейді сендер. Мәңгі өмірді мынадан да артық ақыретті жаратып қойды. Сен соған сен. Мынау емтихан. Бұл жерде мен саған кейде берем, кейде алып қоямын. Мен сені тәрбиелеп жатырмын. Егер сен мені түсінбесең, онда мен сенен алып қойған кезде сен адамдарға жаман өнеге көрсетіп қоясың. О, мына дүние не пайда өзі дегендей нәрселер айтуымыз lazım. Не үшін саған береді, кейде алады, Алла тағала айтып отыр ғой. Өйткені сен маған сенгеннен кейін мені жақсы көруің керек. Абай атамыз айтып отыр. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жанынан. Мысалы, қазір мен айтатын болсам, бәріміз солай айтамыз. Мен Алланы сүйемін. Енді соны сүйем деген нәрсеңді жаңағы бақшаң жеміс бермей қалған кезде қайтай аласың ба дейді ата. Егер жеміс бермеген кезде қайталай алмасаң, онда сен жеміс үшін ғана айтып жүрсің ғой дейді, сен мені сүйемін. Маған ондай өтірік керек жоқ дейді. Сондықтан тазалық керек дейді маған. Мен саған берем, сенің көңілің маған дұрыс. Алып қоям, көңілің дұрыс. Сені еш нәрсе өзгерте алмайтын дәрежеде болса ойлаңыз. Сондықтан біздің қазақ не деген? Алтын, күміс, тас екен деген. Күллісі қырылып жатқан нәрсе. Арпа, бидай, ас екен деген нәрсе. Сол үшін мына жерде қазір біз осы жандардың күллісі Алла әрқайсысыңызға өзінің жоспарын қойған. Әрқайсысына жаңағы ақыретте жолығатын күнге дәреже, тағы да басқа ұсыныстарын жасаған. Кәдімгі жоба бар, проект деген нәрсе бар. Сіз соған шыдап беру керексіз. Сол үшін сізге бірде береді, бірде алар, бірде ұзағынан береді, бізде кішкене бермей қояды, бірде көп бермей қояды да сосын көп береді дегендей нәрселер. Әртүрлі нәрсе, бұның барлығы Алла тағаланың ісі. Бұл дүние көзді ашып жұмғандай ақ дегендей нәрсе, біз бәріміз қалай келдік, ертең Алланың алдына ораламыз. Түсіндіңіз бе? Сол мағынада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы түсініктің, осы иманның ап-айқын өнегесі болып кеткен осы. Ойлаңызшы, өмірден озған кезінде артында бір кесе жатты, бір қасық жатты, бір жастық жатты, бір көрпе жатты дегендей нәрселерде. Сен ойлашы, ол адамның жүрегісі түсінбейсіз. Мен Алламен жолығатын күні менің үйімде дүниенің болмағанын қалаймын. Сонда өзіңіз ойлаңыз. Егер де біз бүгін үлкенде дүниемен